кімдер тапсырады, осыны қысқаша түсіндіріп өтейін, түсінікті түрде барынша. Қараңыздар, сіз 2-ші форма 2026 жылдан бастап 2-ші форманы упрощенный режимде қолданатын ИП-ларға міндеттеді. Бұрын 2-ші форманы тек қана розничный налогты қолданатын, общеустановленный режимде қолданатын компаниялар тапсыратын. 2-ші форманы ИП упрощенкада болсаңыз, егерде работниктарыңыз үшін тапсырасыз. 2-ші формада работниктер болса, оларға төленіп тұрса, соцплатеждар, зарплата бәрі жүріп тұрса, тек қана работниктар үшін тапсырамыз. Бұл жерде өзіңіз үшін, яғни ИП иесі үшін сіз тапсырмайсыз. Яғни ИП иесінің соцплатеждарын сіздер 910-шы формада полугодия отчетында көрсетесіз. Бұл соцплатеждар түсінікті шығар, яғни бұл жерде егер сіздер упрощенка режимін қолданатын болсаңыз және нулевой отчет тапсырған болсаңыз, сізге жаңа функцияны нулевой, яғни работник жоқ, получается сізде толтыратын ештеңе жоқ қой 2-ші формада уже. Ол кезде уже сіз жаңағы функцияны қосып қою керексіз. Сол кезде автоматты түрде нулевой отчеттар өзі жүре беретін болады. Ал енді сіз өзіңізге төлеген соцплатежка, пенсионка, соцотчисление, взнос страхованияларыңыз үшін 910-шы формада көрсетіп, сол жерде тапсыратын боласыз. Ал енді ТО упрощенка осыны қателесіп жатыр. Бұл жерде сіздер ТО мен ИП-ның разницасын білу керексіз. ТО обороты өзіне төлеген, ТО иесі үшін төлеген соцплатеждарды төлеген соцплатеждар үшін 2-ші форманы тапсырады. Өзіне және жұмысшыларына тапсырады, получается. Тапсырады. Яғни, ТО упрощенка болсаңыз, сізде жұмысшы болсын, болмасын, сіз онсыз да тапсырасыз. Себебі ТО-ның иесінің өзі как работник ретінде есептелінеді. Получается, ИП упрощенка болса, жұмысшыларыңыз үшін 910-шы форманы тапсырасыз, өзіңіз үшін 910-шы форманы тапсырасыз. Ал ТО упрощенка болатын болсаңыз, ол кезде жұмысшыларыңыз үшін де, өзіңіз үшін де тапсырасыз. Яғни ТО иесі үшін төлеген соцплатеждар, ТО иесі үшін және жұмысшылары үшін төлеген соцплатеждар үшін тапсырады. Түсінікті болған шығар енді, Ал енді ИП общеустановленный режимді қолданса, ТО общеустановленный режимді қолданатын болса, бұл жерде, егер ИП общеустановленный режимді қолданса, работник үшін де жаңағы өзіне төлеген, өзі үшін де төлеген соцплатежкалар бойынша 2-ші форманы тапсырады. ТО упрощенка болатын болса да, то же самое, дәл осылай, ТО иелері өзі үшін төлеген соцплатеждар және жұмысшылары үшін төлеген соцплатеждар үшін тапсырады. Өзі және работнигі үшін. Мұнда да дәл солай, өзі және работнигі үшін тапсырады. Мына жерде соцплатеждарға байланысты, қыздар, бұл жерде соцплатеждарға байланысты. Соцплатеждар дегеніміз бізде пенсионка, социальное отчисление, ОПВР, өзіңізге төленетін ай сайынғы платеждар үшін тапсырылады 2-ші форма. Ал енді табыс бойынша упрощенный режим 910-шы форманы, ТО упрощенный режим 910-шы форманы тапсырады. ИП овер болатын болса, табыс үшін, табыстан төленетін налог үшін 220, ТО овер болатын болса, 100-ші форма отчетін тапсырады. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Комментарийға жазып кетіңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазыңыздар.